Жамбыл облыстық еңбек инспекциясы бөлімінің бастамасымен Шу ауданында еңбек қатынастарын заңдастыру бойынша жұмыс топтарының қатысуымен оқу семинары ұйымдастырылды. Онда еңбек қатынастарын сақтау мәселелері қаралды. 2018-2019 жылдарға арналған міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру жүйесін енгізу туралы жобаны жүзеге асыру мақсатында жол картасының жұмысы туралы да сөз қозғалды. Жұмыс топтарының қызметі ең алдымен еңбек заңнамасын сақтауға, лайықты еңбек жағдайларын жасақтауға, жалақыны уақытылы төлеуге, қауіпсіздік шараларын сақтауға және қызметкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған. Күн тәртібінде халыққа қызмет көрсету орталығы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы Шу аудандық филиалы және Болашақ жастар денсаулық орталығының жұмысы қаралды. Өздеріңіз білетіндей, елімізде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі енгізілді. Әлеуметтік сақтандыру қорына жарналар мен аудармаларыңызда бар болса, жаңа жүйемен медициналық жәрдем алуға құқықтарыңыз бар. Еңбек инспекциясына берілген тапсырма, мынау жұмыс істейді, бірақ зейнетақы қорына қаржы төленбейтін санаттағы азаматтардың санын айқындау болған. Енді ол цифр сан жыл басында 63 мыңның үстінде болатын болса, қазір осы 1-тоқсанда атқарылған жұмыстардың нәтижесінде 51 мыңның төңірегінде болып отыр. Яғни 12 мыңға жуық азаматтардың бүгінгі күні статус айқындалды деп есептейміз. Соның ішінде жұмыс істейтіндері 200-дің үстінде мысалы еңбек шарттары жасалынды.